Саламатсыздар ма 9 сынып оқушылары? 1 тоқсан бойынша алынатын жиынтық бағалаудың тапсырмасын түсіндіретін боламын. Оқушылар, бұл бірінші нұсқасы, егер қажет болса каналымда жалпы нұсқасы және екінші нұсқасы бар. Және осы геометрия пәнінен бөлек физика және алгебра пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырмада былай делінген: суретте берілген төртбұрыш АВС ромб, оның А бұрышы неге мұндағы бұрышы 126 градусқа тең. ВА және АД векторлары арасындағы бұрышты анықтаңыз дейді. ВА және АД векторлары арасындағы бұрышты, яғни мына бұрышты анықтаңыз дейді. Оқушылар, мұндағы қабырғаны параллель мұнда көшіреміз, сонда біз ВА және ВС арасындағы, яғни мына бұрышты табатын боламыз. Оны табу үшін оқушылар, бұрыш Б-ны табу үшін 180 градустан азайтамыз. 126 градусты тең болады 54 градусқа. Яғни өздерін білу керексіңдер, кез келген төртбұрыштың түрлерінің ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Яғни мына екі бұрышы 180 болса, мұндағы екі бұрышы 180, барлық қосындысы 360-ға тең болады. Демек бізде мұндағы 54-ке сәйкес келетін жауап С болады. Келесі екінші тапсырмада Б векторының координатасын және ұзындығын табыңыз. Егер мұнда мінеге Б векторы және С векторы және Д векторлары белгілі болса. Оқушылар, ең алдымен Б векторын есептеп аламыз. Мұндағы 3-тен Б-ді жазамыз да, мұндағы С векторының орнына мұндағы өрнекті қоямыз. Сонда С-ның орнына минус 3i векторы қосылған 6 көбейтілген G. Мұндағы минусты жазып аламыз да, D векторының орнына мұндағы өрнекті қоямыз. 2i азайтылған 2G болады. Енді жақшаны ашамыз. 3-тен 1-ді көбейтеміз. Минус 3i-ға, сонда 3 пен 3 қысқарады да, минус 1i болады. 1-ді жазбай қоямыз. Енді 3-тен 1-ді көбейтеміз 6-ға. 6-ны 1-ге көбейтіп 3-ке бөлетін болсақ 2 болады. Сонда 2G. Мұндағы минус таңба болып тұр екен. Жақшаның ішіндегі өрнектерді қарама қарсы таңбамен ауыстырамыз. Яғни жақшадан шығарамыз. Енді ұқсас мүшелері біріктіреміз. Минус 1i, минус 2i, минус 3 болады. Мұндағы 2G мен плюс 2G қосылып 4G болады. Сонда оқушылар, Б вектордың координатасы мұндағы минус 3 пен 4 аламыз. X минус 3-ке тең, ал Y 4-ке тең. Енді осы Б векторының ұзындығын табамыз, яғни модулін есептейміз. Ол үшін оқушылар, X-ті квадраттап, Y-ті квадраттап, төбірасынан шығарамыз. Яғни минус 3-ті квадраттаймыз, қосылған 4-ті квадраттаймыз, 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16, қосамыз 25 болады, ол төбірасынан 5 болып шығады. Сонда жауабы координаталары 3-те 4, ал ұзындығы 5-ке тең екен. Оқушылар, келесі үшінші тапсырма АБС трапециясы берілген. Бізге мына өрнектің мәнін табу қажет екен. Ең алдымен оқушылар, АВ-дан АД-ны азайтамыз, ол тең болады ДВ-ға. Ал енді оқушылар, осындағы ДВ-ға қосамыз ВС-ны. Яғни мұндағы ДВ-ға қосамыз ВС-ны, ол тең болады ДС-ға. Үшбұрыштар ережесі бойынша қосамыз. Сонда бізде мәні тең болады екен ДС-ға. Келесі оқушылар, 4-ші тапсырма МПКД нүктелері берілген.
астында b векторының қандай мәнінде mp және k-ды коллинияр болады, ал b сында b векторының қандай мәнінде mp және k-ды перпендикуляр болады. Оқушылар, ең алдымен mp векторының координаталарын табамыз. mp векторының координатасын табу үшін x2-ден азайтамыз x1-ді, сол сияқты y2-ден азайтамыз y1-ді. Мұнда оқушылар x1, y1, x2, y2. Сонда минус 1-ден азайтамыз минус 3-ді, минус 2-ден азайтамыз 2-ні. Сонда мұнда 2 минус плюс болады, 2 шығады, ал мына екеуінің таңбасы бірдей болғандықтан қосылып минус 4 болады. Енді k-ды векторының ұзындығын табайық. K-ды векторының оқушылар мына формулаға саламыз. Сонда 5-тен азайтамыз 2-ні және b-дан азайтамыз 1-ді. Сонда k-ды векторының ұзындығы 3 және b минус 1 болады. Енді оқушылар, коллинияр болу үшін мына шарт орындалу керек бізде. x1-дің x2-ге қатынасы тең болады y1-дің y2-ге қатынасы. Мұнда оқушылар, мінекей x1, y1, x2, y2 деп аламыз. Сонда x1-дің орнына 2-ні қоямыз, x2-ның орнына 3-ті қоямыз, y1 минус 4-ке тең, ал y2 мінекей b азайтылған 1-ге тең. Енді оқушылар, 2-мен көбейтеміз b минус 1-ді, 3-ке көбейтеміз минус 4-ті. Сонда минус 12 болады, ал мұнда 2 b минус 1 болады. Оқушылар, мұнда біз b минус 1 мен мұнда 12-ның орнын ауыстырып жазатын болсақ, сонда b минус 1 тең болады минус 6-ға. Мұндағы 12 мен 2 қысқарады, сонда b тең болады. Мұндағы минус 1-міз плюс 1 ауысатын болса, сонда b тең болады минус 5-ке. b минус 5-ке тең болған кезде mp және k-ды векторлары коллинияр болады екен. Енді екінші жағдайын қарастырайық. Екінші жағдай бойынша оқушылар, перпендикуляр болу үшін мына шарт орындалу керек. x1 мен x2-ның көбейтіндісі y1 мен y2-ның көбейтіндісін қосқан кезде ол 0-ге тең болу керек. Сонда мұнда жаңа айттым, x1, y1, x2, y2, яғни 2-ні көбейтеміз 3-ке, қосамыз минус 4-ті көбейтеміз b азайтылған 1-ге. Тең болады 0 деп аламыз. Сонда мұна екеуін көбейтсек 6 болады. Мұнда былай жазайық. Минус 4 b азайтылған 1 дейікті. 6-ны теңдіктің оң жағына қарама қарсы таңбамен ауыстырып алайық. Енді b минус 1-дің өзін жазып, минус 6-ны бөлеміз минус 4-ке. b минус 1 тең болады 1/10-5-ке. Бөлген кезде таңбалары плюс болып кетеді, ал бұның өзі тең болады минус 1 теңдіктің оң жағына плюс 1 болып ауысады, 1/10-5-ке қосылады, сонда тең болады 2/10-5-ке. Сонда b 2/10-5-ке тең болған жағдайда mp және k-ды векторлары бір-біріне перпендикуляр болады екен. Түсінікті, оқушылар? Енді 5-ші тапсырмада mnk үшбұрышының төбелерінің координаталары, мінекей m нүктесінің координатасы 2-де минус 3, n нүктесінің координатасы минус 4-де 6, k нүктесінің координатасы 5-де минус 1 болса, n бұрышының косинусын табыңыз. Оқушылар, менің есептің берілгені бойынша mnk үшбұрышы берілген, оның координаталары белгілі, бізге табу керек мұндағы косинус бұрыш n-ді. Енді осы n төбесінен шыққан nm және nk қабырғалары арқылы косинус бұрыш n-ді тапсақ болады. Ол үшін оқушылар, nm векторының координатасы және nk векторының координатасы қажет, екеуін көбейтеміз және олардың модульдарын, яғни ұзындықтарын тауып көбейтіп бір-біріне бөлеміз. Енді nm векторының координатасын табу үшін мінекей мына формулаға саламыз. Мінекей ab векторының координатасын табу формуласын саламыз. Мінекей формулаға салған кезде nm-ді табу үшін 2-ден азайтамыз 4-ті, 3-ден азайтамыз 6-ны. Таңбаларына мән береміз. Сонда
nm вектордың координатасы 6-да минус 9 болады. Сол сияқты nk вектордың координатасы 9-да минус 7 болады. Енді оқушылар осы екеуін көбейткен кезде, яғни мұндағы мінекей алымын есептеген кезде 117-ге тең болады. Ал енді модулін табу үшін x1 мен y1-ді квадраттап қосып түбірастан шығарамыз. Ол түбірасты 117 болады. Ал nk векторының координатасы, яғни ұзындығы түбірасты 130 болады. Енді формулаға салған кезде мінекей 117, ал бөлімінде түбірасты 117 көбейтілген 130 болады. Мінекей мұндағы алыммен сәйкестендіріп қысқаратындай етіп түбірасты 117-ні алымына бөліміне де көбейтетін болсақ, сонда 117 көбейтілген түбірасты 117 және мұнда мінекей бөлімінде осындай өрнек шығады. Мына екі өрнекті көбейткен кезде 117 болады. Сонда мына екеуі қысқарады. Сонда түбірастында 130-дан 117-ге тең болады екен. Сонда оқушылар жауабы косинус n бұрышының мәні түбірастында 130-дан 117-ге тең болады. Ал енді оқушылар соңғы тапсырмасы ABC тең бөлу үшбұрыштың периметрі 18 болса, бізге мына өрнектің мәнін табу қажет екен. Оқушылар, мұнда біз тең бөлу үшбұрыштан гөрі тең қабырғалы үшбұрыш деп алғанымыз дұрыс шығады. Мұндағы мінекей ең алдымен мына өрнекті, яғни квадратын есептейміз. Ол үшін қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. А минус b-ның квадраты деген формуланы қолданамыз. Ол тең болады бірінші өрнектің квадратына минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісіне плюс екінші өрнектің квадратына тең болады. Енді осы формуланы қолданып мына өрнекті ашатын боламыз. Яғни vs минус 3 BA осының квадраты, бірінші өрнектің квадраты, яғни vs векторының квадраты минус 2 еселенген a және b, минус 2 еселенген минус 3 пен 2-ні көбейтеміз. Сонда минус 6 vs көбейтілген va болады. Плюс екінші өрнектің квадраты, яғни плюс 9 ba квадрат болады. Ал енді оқушылар, біз қабырғаларын тауып аламыз. AV тең болады VS-ға, тең болады AC-ға деймізде. 18-ді бөлеміз үшбұрыштың 3 қабырғасына, сонда барлық қабырғалары 6-ға тең болады. Енді оқушылар, бұндағы VS мен AB-ны тең деп алайық. Және ол тең болады 6-ға деп аламыз. Сонда VS-ның квадраты тең болады 6-ның квадратына, тең болады 36-ға деп аламыз. Ал енді оқушылар, мұндағы VS мен VA-ның көбейтіндісін былай алсақ болады. Екі вектордың көбейтіндісін мұндағы барлықтардың үстіне векторды қойып өтейік. VS мен VA-ның көбейтіндісі 6 көбейтілген 6 көбейтілген олардың арасындағы бұрыштың мәніне тең болады. Яғни косинус 60 градусқа көбейтеміз. Сонда 6 мен 6-ның көбейтіндісі 36-ны береді. Косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең, сонда тең болады 18-ге. Енді орнына қоятын болсақ, мұндағы мінекей мына өрнекке қоямыз. VS векторының квадраты минус 6 көбейтілген VS көбейтілген VA қосылған 9 VA-ның квадраты. VS-ның квадраты жаңа есептедік 36-ға тең болды. Минус 6 көбейтілген мұндағы мына екеуінің көбейтіндісі 18-ге тең болды. Плюс 9 көбейтілген VA-ның квадраты, мінекей VS мен AB екеуі тең, ол 6-ға тең, оның квадраты 36-ға тең болады. Сонда 36-ға қосамыз 9 мен 36-ның көбейтіндісін, одан азайтамыз 6 мен 18-дің көбейтіндісін, сонда тең болады 252-ге. Сонда жауабы 252-ге тең болады екен. Түсінікті, оқушылар, түсінбеген сұрақтарың болса, міндетті түрде пікірге жазып сұрасаңдар болады. Каналға жазыңдар, лайк басып, өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.